маған слабый соперник или болмаса слабый қарсылас керек емес. Енді алғашқы дебюттік жекпе-жекте жеңіліп қалған кезде қандай сезім болды? Андай бет қайтып қалу деген сияқты болған жоқ па? Болды. Сынып қалу да болды. Жатып қалдым үйде 2-3 ай вообще шайға шықпай. Болашақта енді қазақстандық боксшылармен жекпе-жек өткізуге сен көзқарасың қалай өзіңнің? Отказ бермеймін деп ойлаймын. Бәріме шығамын, қызық болады деп ойлаймын. Көбіне олимпиада жүлдесін алмаған боксшыларды мойындамай жатады бізде. Кәсіпқой бокстағыларды қатты мойындай бермейді. Оларға кәсіпқой боксшыны мойындау үшін міндетті түрде Америкаға шығу керек, Мексикаға шығу керек деген бір пікір қалыптасқан. Головкин ағамызға әлі ешкім жетпеді деп ойлаймын. Осы Азиядан шыққан. Орталық Азиядан. Орталық Азиядан шыққан. Рахат Сейтжан немесе Фарух Тоқтасынов. Самат Әлтөтеев. Неге досың болған үшін бе әлде қалай? Жоқ, енді ол кісінің боксын білемін, өйткені солардың бәрімен шықса да ұтып алады деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум баршаңызға, құрметті боксер қауым. Бүгін біздің арнамызда кезекті сұхбат, подкаст студиямызда қазақстандық кәсіпқой боксшы Армат Арманұлы. Армат, студиямызға қош келдің. Ассалаумағалейкум. Көңіл күйің қалай? Өте керемет. Рахмет, өйстіп подкастқа шақырып. Менімен сұхбат алғаныңызға өте қуаныштымын. Енді әуесқой бокстағы мансабыңнан бастайық. Жалпы ұлттық құрамаға қай жылы келіп қосылдың және қанша уақыт өнер көрсеттің? Қазір енді біз білсек ұлттық құрамада өнер көрсетпейсің, иә? Иә, мен 2021-де қосылдым. 18 жасымда Орал қаласында болған Қазақстаннан кейін 3-ші нөмір болып қосылдым. Және де 2024-ке дейін бокстастым, 3 жылдай. Жаман емес, керемет бокстастым деп ойлаймын өзім. Сборныйда. Қазір мансабым толқа осы кәсіпқой бокста. Осымен жалғасуда. Енді ол кезде сен, мен білсем, 70 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеттің, иә? Кейін 75-ке ауыстың. 75-ке ауыстым. Сол кездегі сенің алдындағы бірінші, екінші нөмірлі боксшылар жайында айта өтсең. Мен болған уақытта Нұралат Райыс болды. Өте керемет боксшы, өте қалай айтсам болады, физикалық тұрғыда өте керемет, дайындығы мықты боксер. Және де оны сыйлаймын. Қазір уақытқа да бірге араласамыз, қал жағдайымызды сұрап тұрамыз. Және де сол Райс ағам болды. Одан кейін мен кетер жылының алдында Диас Молжутов деген бала болды. Тоже өте мықты, данным, өте мықты бала. Қазір осы соңғы Азия чемпионатында чемпион болды, Азия чемпионатында. Өте керемет боксерлар. 75-ке ауысқаннан кейін кімдер болды ол кезде? 70-те ғой қателеспесем, иә? Бұл Нұрғанат Райыстар. Жоқ, 75-те болды. 70-те ол кезде кім болды? Шынбергеновтер ма? Иә, Шынбергенов болды. Шынбергенов, ана Аказавамен шығатын кезде Шынбергенов болды. Тағым болды. Сабик болды, Сабыржан болды. Тағы Қуан Қуатов болды. Солар. Сол Акадзава жайында кішкене айта өтейік. Астанада жекпе-жек өткіздіңдер, қателеспесем, кеше әлем чемпионатында Ливерпульдегі финалда Сабырхан Туриханмен шықты. Бұл сенің мансабындағы ең қиын жекпе-жектердің бірі болды ма, осы әуесқой бокстағы? Әуесқой бокста, иә, өзім ең үлкен рингке сол кезде үлкен осы ересектер арасында бірінші тай-тай қадам басып келе жатқандағы ең бірінші менің үлкен қиын, бойымның бірі деп айтсам да болады. Өйткені бірінші әлем чемпионы болды. Әлем чемпионнан кейін келіп мен бокста, ол кезде мен 18 жасар бала едім. Мен Төреханға күмән болған жоқ, ұтып алатын оның. Сол кезде үлкен опыт алдым, және де үлкен шоу көрсеттім деп ойлаймын. Биле жүріп, өз тактикасын өзіне қолдандым. Бірақ судьялардың жақсы көретін Аказава болды деймін. Сөйтіп Аказаваға берді. Бұл Акадзава деген қазір жасы қаншада, негізі біразға келді? 26-та ма, 27-те. Сондай ма? Әлем чемпионатын көрдің бе? Жалпы біздің жігіттердің, қыздардың өнерін қалай бағалайсың? Өте керемет, өте үлкен результат деп ойлаймын. Бұл Қайрат Сатжанов ағамыздың өте керемет осы деп ойлаймын. Үлкен результаты, және де барлық әлемдердің арасында бірінші орынға ие болу деген
бул үлкен сол калай айтсам нәтиже. үлкен нәтиже және рекордтук десең де болот. Өйткені бұндай балдардың результат көрсетпегені бәрі білет, халықтың да біраз болды, біраз бұлай шулатпағанда өзіме де қуанып қалдық балдардың осылай бірінші орын алып, қыздарымыздың әйтеуір бірінші орын алып өйстіп бәрін әлемді жарғанына. Барлығы жалпы әділ болды деп ойлайсың ба? Көбісі мына Ертуған Зейнуллинов Ертуған айтады ғой жаңағы. Ертуғанды айтады. Енді спорт болған соң бірде былай енді біздің қолымызда болса екен ше. Ұрып болсын болмаса бір нәрсе болсын алып алатын ек. Бірақ енді судьялардың шешімі солай болды. Қазір енді ол жақта 70 келіде жаңа Төрехан ғой. Төреханмен енді жас аралықтарын шамамен 2-3 жас қой, иә? 2-3. Бұлай жаңағыдай жолдарың түйісіп көрмеді ме бұған дейін? Жоқ. Ол кезде ол не деді? Молодежка несінде еді? Сборныйда, молодежка сборныйда еді ол кезде. Біз помощникам осы. Ол келген жылы мен кеттім ғой. Жасөспірім кездерде жолыққан жоқсың? Жоқ, вообще. Ол 2006, мен 2003-пен, содан соң екеуміз вообще түйісіп қалдық. Одан кейін енді қазір кәсіпқой боксқа толыққанды ауысқаныңа 1 жыл болды ма? Иә, 1 жыл болды. 1 жыл болды. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, әлем чемпионатындағы, одан кейін басқа да турнирлері бар, Азия чемпионаты, өзіміздің ішкі чемпионатта болсын. Әуесқой бокста, енді кәсіпқой бокста жүрген боксшылардың көбісі айтады, әуесқой бокста жаңағы қысады, бермей қояды деген сияқты. Сенің кәсіпқой боксқа ауысуыңа бұл негізгі себептердің бірі болған жоқ па? Жоқ, ондай мақсатпен ауысқан жоқпын. Мен өзім мақсатым басқа. Әлем чемпионы, абсолюттік чемпион болам кәсіпқой бокста. Бізде енді қалай еді? Бізде бәрінде бір бокс қой, аяқты істеп, қолмен бокстасып, басқа андай бір шоу көрсетіп, болмаса басқа да іс-қимылдарды қосып деген сияқты. Мысалы, Рой Джонс деген сияқты Мейвезердің мысалы шоулары өте керемет. Канело мысалы қандай шоу жасайды. Сондай мақсатпен өзім қызығып, мысалы, кішкентай кезімнен Майк Тайсонды көріп өскеннен соң осы қызығушылығым осы кәсіпқой бокс болды. Сондықтан өзіме мақсат қойдым, абсолюттік чемпион болам деп, әлемді бағындырам деп. Сосын осы кәсіпқой боксқа ауыстым. Және де қазіргі мақсатым осы жылдың соңына дейін бір пояс алып, жаңа жылды сонымен күтіп алсам ба деген ниет бар. Бұл қандай пояс болуы мүмкін? Енді кәсіпқой бокста дейтін пояс көп қой. Қай бағытта жұмыс жасап жатсыздар қазір? Қазір Ирфин промоутермен жұмыс істеп жатырмын. Ирфин промоутер қандай бағыт көрсетеді, сол бағытпен жүріп жатырық. Енді қазірше білмеймін өзімде. Бірақ қандай ұсынады, сондайға бұл бокс жасай беремін. Ұлттық құрамада жүрген кезінде жалпы жасалған жағдайға толыққанды көңілің толды ма? Мысалы, өте керемет. Бәрі жақсы, тамағымыз өте витамин, бәрі айлық. О жағынан еш әңгіме болған жоқ. Бәрі керемет болды. Әлі де ризамын. Балдар ұлттық құрамада өте керемет результат көрсетті осының арқасында. Енді кәсіпқой боксқа ауысар кезіңде бірінші болып саған Ирфин өздері хабарласты ма? То есть Ирфин хабарласқаннан кейін кәсіпқой боксқа ауыстың ба? Әлде бірінші өзің кәсіпқой боксқа ауысам деп ниет қойдың, содан кейін барып Ирфин хабарласты? 2020, мен 2024-те ғой деймін, сол мамыр айында ғой деймін. Сол кезде біз тағы мен оказывается 2024, 25-те тағы екінші Астанада болатын кезде, екінші рет Астанада болатын кезде, сол кезде дайындықта едік, сборда едік. Сол кезде маған Бағдәулет, қазіргі менің менеджерім, Ирфин промоушн директоры Бағдәулет ағамыз, Төрехан Бағдәулет ағамыз маған звондап, хабарласып, осындай шығасың ба дегендей айтты. Мен еш ойланбастан иә дедім, сөйтіп бірге кездесіп, сөйтіп сразу қол қойып, бірге жолықтық. Мен ондай мақсатым болған жоқ еді негізі. Сразу сол кәсіпқой боксқа ауысып, осы мансапын ұстанам деп. Шымкенттегі бірінші ойымнан кейін мақсат осы болды. Соны қайтарам деп ойлағам, жеңілісімді. Осы соңғы бойымнан кейін сол бойымды ұйымдастырып береме деп ойлағам, сөйтсем ол боксшы қазір карьерасын аяқтап кеткен. Реванш деп ойлағаным, сөйтіп карьерасын аяқтап кетіпті. Сондықтан бірақ мақсатым ол емес, ол ғана емес, әлемді бағындыру. Енді алғашқы дебюттік жекпе-жекте жеңіліп қалған кезде қандай сезім болды? Қандай бет қайтып қалу деген сияқты болған жоқ па? Болды. Сынып қалу да болды. Жатып қалдым үйде 2-3 ай, шайға шықпай,
тока андай өзүмө жакын адамдармен жолугуп былай неге Instagram или болмосо WhatsApp ешкимге ответ бермей депрессия дейді ғой, сондай болып қалдым. Бірақ ол мені ешқандай сындырмаған. Өзімнің жақын тұтатын ағаларым бар, әпкелерім бар, және де үйдегілер бар. Бәрі сол мен жігендіріліп қайтып маған сол кезде Бағдәулет аға үйде жатқан кезде Бағдәулет екінші ұсыныс берді маған, Алматыда болады деп. Сол кезде қатты қуанғаным, өзім дәлелдейтін кез келді онда. Осыған дайындалайын дедім да, сөйтіп сразу сөзді кірісіп кеттім. Бәрін ұмытып, депрессия бәрін жинастырып қойып жаттығуға кірістім. Саду аренада болған. Саду аренада болған кезде, иә. Енді бір жағынан рекордта бір жеңілістің болғанның да бір плюсы бар шығар, өйткені қатты бір риск болмайды деген сияқты. Ол да білмеймін, өзім кімге қалай білмеймін, өзіме, бірақ маған поражение или без поражение жүру деген маған қызық емес. Бокс өте керемет бокс көрсетсең, шоу көрсетсең, саған поражение қарап тұратын ешкім жоқ деп ойлаймын. Өйткені қазір Канелода 2 поражение бар, Головкинде да бар, мысалы өзіміздің. Мен великий боксерлердің бәрінде поражение бар ғой. Оған еш мұңаймаймын, не алмаймын, қарамаймыз. Алдыға қараймыз толқа. Одан кейін енді Ерфин жайында айта өтсең, бұл жақта сендерге ай сайын жалақы төленеді ме, жалпы қандай условия бар бұл жақта? Осы кезекті қолданып қазіргі бірінші Аманат Қонақбаев және де Рахман Асанбаев ағаларыма өте көп рахмет айтам. Олар өте өзінің мүмкіншілігінше көмектесіп жатыр. Өте үлкен қолдау көрсетіп жатыр. Мен оған қуаныштымын. Және де сенімден ақтаймын деген сенімдемін. Және де қазір мен Аллаға шүкір айлығым бар. Шүкір, және де өзімнің гонорарым бар. Оны жар салып айтпай қойын. Бірақ осы Ерфинмен жұмыс істеп келе жатқаннан бері қалай айтсам болады, таршылық таршылық және де андай бір жоқ деп айтпаған кезді болды. Қуаныштымын, қазір Ерфин жұмыс істеп жатыр, және де үлкен жеңістер күтіп жатыр алдымызда, үлкен болашақ бар. Дальше жұмыс істей береміз. Енді бізде Қазақстанда промоутерлік компаниялар, менеджерлік компаниялар өте көп. Бұған дейін де болды, әлі де ашыла береді. Бірақ белгілі бір уақыт өткеннен кейін қайта жабылып жатады. Мысалы, Қазақстан кәсіпқой бокс тарихында ең қатты ұнайтын промоушндардың бірі ол Сүлеймен еді. Өте мықты боксшылар болды. Бірақ кейіннен тоқтап қалды, жабылып қалды деген сияқты. Осы нәрседен қорықпайсың ба? Және Ерфин жалпы қашанға дейін шабады деп ойлайсың? Жоқ, ондай ой болса, онда бокстаспай қойған дұрыс деп ойлаймын. Ондай ой жоқ. Мақсатымыз айқын, алдыға қараймыз толқа. Артқа қазір уақыт артқа қарайтын уақыт жоқ, толқа алдыға. Ондай ой да жоқ. Мен өйтіп ойламаймын, өйткені Ерфин өзінің өздері мақсаты бар, сенімді, және де Ерфинді үлкен ареналарда көрістірді ойлаймын. Енді қазіргі таңда мен ойымша ең белсенді жұмыс жасап жатқан компаниялардың бірі сияқты Ерфин промоушн. Қазіргісі. Қазақстанда енді 2 жекпе-жек кешін ұйымдастырды, одан кейін қазір тек қана шетел нарығында жұмыс жасап жатыр. Таиландта, Қытайда болды, Испанияда тоже. Испания, Руслан Мадиев жекпе-жек өткізді. Жалпы жекпе-жектерге, шетелде болатын жекпе-жектерге команда болып ұшасыңдар кәдімгідей, командамен барып. Кімдер болады ол кезде құрамда? Команда өзімнің жеке бапкерлерім болады, 2. Біріншісі Асхат Уәлиханов, екіншісі Зұлқайнар Жылқайдар деген кісі. Ол кісі менің физикалық подготовкама қарайды. Және де Асхат Уәлиханов өзімнің бас бапкерім. Лапа, басқа да дайындық тактикаларды қойып, сондай дайындайды. Команда өте үлкен бізде. Барлық жағынан Айжан деген қыз бар, кісі бар. Сол өзі жүгіріп жүреді әр жаққа. Кассисан туралап, таксиміз туралап, әр жерге баратын жерлеріміз. Және де Бағдәулет өзіміздің немізге қарап, состояниемізге қарап, әр жағдайымыз сұрап тұрады. Солай бір-бірімізге әйтеуір жігерленіп, солай ұтып шығамыз.
Бақдәулет Туриханов деген бұл Ерфин промоутерлік орталығының директоры, бірақ негізін қалаған жаңағы Серік Қонақбаевтың баласы Аманат Қонақбаев, иә. Ол кісімен қалай келіп сіздерге қолдау көрсетіп тұра ма? Иә, келіп біздің осы жаттығуларымызды келіп қолдап көрсетіп, Серік аға особенно келіп бізге жігерленіп, мотивация беріп кетеді. Иә, үлкен осындай ареналар ашып жатқанда, үлкен жекпе-жектердің алдында келіп бізге өзінің ақылдарымен, өзінің тактикаларымен келіп бөлісіп кетеді. Оған қуаныштымыз біз. Қанша жылға контракт жасадың? Қазіргі сәтте 3 жылға контракты болды. 11 жыл өтіп кетті? Уже 1 жыл, уже жоқ, әлі жетпедік 1 жылға. Енді болады. Наурызда болады, иә. Командада тағы қандай боксшылар бар? Кейбір боксшыларды мен білсем, жаңағыдай сен сияқты 3 жылға, 2 жылға емес, тек бір жекпе-жекке ғана контракт алып шығатындар да бар, қателеспесем. Иә, біздің командада толыққанды өзінің командасында қазіргі сәтте осы жақында ғана бой өткізген Елшат Нығматулла, және де Руслан Мәдиев, және мен, Армат Нормалы. Басқа балдар жоқ, осы үшеумізбен жұмыс істеп жатыр. Пока білмеймін енді. Төлтаев жоқ, Төлтаевтар өз жерде жоқ. Төлтаевтар солай бір бойға контрактпен бойға шығып отырады. Нұрдос Сүлеймеді, иә. Қарсылас таңдайтын кезде сіздермен ақылдаса ма? Иә, бізге жібереді. Мен тренермен өзіме ақылдасам. Тренерім айтады, осылай. Тактикасын қарайды, бойын қарайды, бізге қалай ыңғайлы, ыңғайсыз деген сияқты. Енді мен қазіргі уақытта бізде қазақстандық кәсіпқой бокс нарығында көптеген промоутерлік компаниялар бар. Жекпе-жек кештеріне барсаң, қарсыластары өте әлсіз болып шығады. Шығып ұйықтап жатады, индийский актер дейді, анау дейді, мынау дейді. Бірақ осы Ерфин компаниясында мен ондайды байқаған жоқпын. Алғашқы Шымкентте өткен жекпе-жекте біздің қазақстандық бірнеше боксшылар жеңілді, қателеспесем, сосын Алматыда өткен бокс кешінде де есімде қырғызстандық бір Санжар Атакечиев дегенбіз, мықты боксшылар болды енді. Иә, мықты боксшылар болды. Одан кейін Таиландтағы жекпе-жектерді көрдім мен. Нұрдос Төлебайдың, Руслан Мәдиевтің қандай тартысты жекпе-жектер, Елшат Нығметулланың беті ісіп, сұлық жекпе-жектер болды енді. Сіздерге қалай бұл жаңағыдай рекорд жинап деген сияқты бір уақыт керек емес па, әлде керісінше осы дұрыс па сіздерге тәжірибе жинақтау үшін? Мен өзім мақсатым сондай, андай. Бақдәулет ағаға да өзім айтқам, Ерфин промоушнға да бәріне айтқам, маған слабый соперник или болмаса слабый қарсылас керек емес. Өзім деңгейлі болмаса өзімнен жоғарыда болса да болады, соған дайындалып өзімді алдағы уақыт, алдағы үлкен жекпе-жектерге қазірден бастап дайындаймын деген сәт уақытта қазіргі бастап мықты соперниктерді алам. Және де Ерфин промоушн ондай, қалай айтам, качественно дейді ғой, качественно жұмыс істейді. Оған мен қуаныштым, өйткені өте керемет шоулар болады, өзің айтып отқаныңыздай. Керемет шоулар, қалай айтсам, яркий дейді ғой, шоулар болады. Оған сөйтіп солай боксты көтермесек, бұндай өзіңізді осы жақында болған Али Ахметовтың көрдіңіздер ғой енді. Сонан соң енді бәріміз футболымыз дейді, осы боксты осыдан да любительский, ладно, енді бәріміз құрама шығады ғой. Енді құрамада бәрі мықты жігіттер, оған сәне жоқ. Ал сол профи бокстың біздің енді қалай айтсам болады, қандай көтерілмей жатқан содан ғой. Конкуренция жоқ. Мысалы Америкада, мысалы қалай айтсам, мен бұяққа барып көрмеген соң, енді былай сырттан қараған соң өте керемет шоулар болып отады. Енді біз содан соң көтерілмей жатырмыз деп ойлаймыз. Енді әркімнің, енді білмеймін қалай айтсам болады. Енді өзінің деңгейінде таңдап алған жігіттер шығар енді. Мен жаман еле болмаса ол андай деп айта алмаймын. Өзінің деңгейлі боксшылар шығар деп ойлаймын. Сол боксшылар енді бізде Қазақстанның ішінде біз танымайтын біреулерді әкеліп ұра тұрады да, бірақ шетелге шығып қалса болып бірден жеңіліп қалады. Олар жайлы ойын қандай енді негізі? Өтірік боксер болып керек емес шығар енді деп. Енді айтып отырмын, мен біреуді осы жамандап айтпаймын енді. Әркімнің қалай жолы әртүрлі ғой. Мысалы мен жолым осы бокс, мысалы. Осы мен бастадым, осы жұмысым да қазір бокс.
уйктасам да турсам да улус бокспен айналсам. Енді басқаларды білмеймін қалай айналысады. Сыртқа шыққанда может сол жаттығудан қазір енді кәсіпқой боксқа арнайы былай бір неде андай промоушндарда аз ғой. Соң әр промоушн болмаған соң өздері дайындық болған соң өздері қарап өздеріне енді ақша дейді ғой, енді қаржылы жағы сәл жетіспегендіктен содан соң ұтылады деп ойлаймын. Өйткені витамин ішпейді дұрыс, режим дұрыс болмайды, жататын жер деген сияқты. Содан соң ұтылады деп ойлаймын енді. Алдағы жекпе-жегің жайында айта өтсең, Таиландта өтеді. Айта өтсең. Таиландта осы 4 қазан күні Таиландта бокс кеші болады. Сонда өзім мексикалық боксшымен кездесем, бұйыртса. Өте керемет шоу болады деп ойлаймын. Өте керемет бокс болады деп, өйткені өзіме де қызық болып отыр. Мексиканың боксы өте керемет, боксерлар ол жерде көп. Мен айта берсем ауыз толып кетеді. Содан соң қазір өзіме де қызық болып тұр. Бұл сұрақ белгісі болып тұр. Бұйыртса қандай жағынан тактика қолданамыз. Қазір бірақ дайындап жатырық тактикамызды, өзіміздің ұратын ударларымызды шыңдап жатырық. Қазір осылай деп айтпай қойын. Бірақ сіздерді рингте өз жеңісімен қуантам деп ойлаймын. Жалпы қарсыласты зерттеуге қанша уақыт керек? Зерттегенде мен өзім бір бойларын қараймын. Неге бойға барам дегенше зерттейміз ғой. Барам дегенше зерттейміз. Тренировканың жаттығудың кезінде де қарап отырамыз, несіне қалай жұмыс істейді, қалай кезде ұрады, сол кезде мысалы қалай қорғаныс керек деген сияқты сол тақырыптарда жұмыс істейміз. Және сол бойға барам дегенше настрой ұстап барамыз соған. Бапкерің жаңа Асхат Уалиханов, ол жеке бапкерің? Жеке бапкерім, Қашаннан бері жұмыс жасап келе жатсыздар? Осы 2024-те жеңілістен кейін осы Ресей спортшысынан, Ресей боксерынан ұтылған кезде, соң екінші Саду аренада болатын кезде, Ерфин промоушн ұйымдастырған кезде, сол кезде барып жаттығу жасай бастадым. Сөйлесіп, келісіп, болды, келдіп, бетімді қақпады. Содан соң сол уақыттан бері әлі жұмыс істеп жатырмыз. Ойлаймын, дальнейшемде жұмыс істейміз, үлкен ареналарды бағындырамыз деп ойлаймын. Не үшін таңдауың ол кісіге түсті? Асхат Уалихановқа? Асхат Уалиханов, өйткені ол кісі бірінші топ рэнкпен үлкен промоутерді білесіздер, топ рэнк деген қазіргі әлемге аты әйгілі топ рэнк деген өте үлкен промоутер компания бар. Сода бірінші осы қол қойып келісімшартқа отырған бірінші қазақстандық боксер. Мен ойлаймын, өте тәжірибелі, өте қалай айтсам, тактичный тренер деп ойлаймын. Багаж көп па? Багаж көп деп ойлаймын. Өзінің көп ойларымен, фантазиясымен бізбен жақсы бөліседі. Сондай заттарды, сондай жаттығуларды істетіп бізге өте керемет тренировкалар өткізеді. Содан соң мен ол кісімен қателеспедім деп ойлаймын. Қазір енді жақында айтты, жекпе-жегің өтеді. Кімдермен спарринг жасап жатырсың, жалпы тұрақты спарринг істейтін жігіттер бар ма? Тұрақты дегенде, Республикалық колледж спортта спортсмендер бар. Сол оқып жүрген оқушылар бәрі келіп көмектеседі маған. Және де өзімнің дос ағаларым Төлтаевтар, мысалы, екеуі де көмектеседі. Нұрдос Төлебай да келіп өзінің опытымен, өзінің тәжірибелерімен бөліседі. Солардың арқасында соперникке дайындаламыз. Дайындық жаман емес, жақсы. Қалай айтсам, психолог жағынан да өте керемет жаттығу жасап жатырық. Сіздерді ренжітпеймін деп ойлаймын. Өте керемет шоу болады деп ойлаймын. Сәттілік тілейміз. Енді шетелде жекпе-жек өткізейін деп жатырсың. Қазақстанда да шығып көрдің. Жалпы қайсы ұнайды негізі? Шетелде өнер көрсеткен ба, Қазақстанда ма? Енді жүрегің қазақ болған соң Қазақстанда ғой. Өйткені өзінің жақын адамдарың, және де достарың,
көрші қолаң дейді, бәрі осы ағайын туыс бәрі осы жерде болады. Сосын айқалагандарынан жігерленіп, керемет қатты бокстасып кетесің ғой. Енді қазір осы қазақстандық боксшылардың арасында өз салмағында екінші болып тұрсың. Бірінші орында Жәнібек Әлімханұлы, сенен кейін жаңа Виктор Темиров бар, одан кейін ұлттық құрамадағы жаңа сенің алдында бірінші нөмір болған Нұрқанат Раис бар. Болашақта енді қазақстандық боксшылармен жекпе-жек өткізуге сен көзқарасың қалай өзіңнің? Енді промоутерлермен ақылдасатын түсінікті, бірақ өзіңнің жеке көзқарасың. Отказ бермеймін. Отказ бермеймін деп ойлаймын. Бәріме шығамын, өйткені оны қазір конкурент көп, және де қызық болады деп ойлаймын. Үлкен шоу. Қазір американецтер бір-бірімен, тоже мексиканецтер де бір-бірімен шығып жатыр ғой. Бізде оны енді білмеймін, енді өзіме қалай, енді бірақ қызық болады деп ойлаймын. Айта алмаймын енді былай осы соперниктермен деп, бірақ не болмайтын еді, отказ болмаушы еді. Қазақпен шығуға дайынсың? Дайынмын. Қызық бой болатын еді деп ойлаймын. Керемет. Енді бізде көбісі осы сұрақты қойсаң отказ береді да, жаңағы керек емес, өзіміздің қазақ бауырымыз деп. Бірақ енді әуесқой бокста ұрып жүреді ғой бәрі. Бір-бірін ұрып жүреді. Ол жағында ештеңесі жоқ деп ойлаймын. Өйткені керемет шоу болады, керемет бокс болады деп ойлаймын. Мен өзім былай андай жаман қарамаймын деген ғой. Жалпы өзің талантқа көбірек сенесің бе, әлде еңбекке ме? Еңбек қой, не 1% талант, 99% еңбек дейді ғой негізі. Еңбек етсең, мақсатың айқын болса, алдыға тік қарасаң, бәріне жетесің. Енді байқаймыз, боксшылардың көбісі жаңа биге жақын болады, ән айтады, енді әрқайсысы әртүрлі ғой, жаңа өзінің өнерлері бар. Сенің қандай өнерлерің бар, біз білмейтін? Ауыз толтырылықта өнерім жоқ енді, бірақ қолдан келгенше билейміз, қолдан келгенше ән айтамыз. Басқа да қалай басқа талант жоқ. Осы бокс менде қазіргі талантым осы деп ойлаймын. Осымен өсіп жатырық деп ойлаймын. Кәсіпқой боксқа қанша жастан бастап ауысқан дұрыс деп ойлайсың? Және кәсіпқой боксқа ауысар кезде әуесқой бокстағы багаждың болуы қаншалықты маңызды? Қазір қалай айтсам болады, біздің Қазақстан деңгейі қазір үлкен әлем деңгейіндеріне қазір жетпейді деп ойлаймын. Өйткені бүйтіп қарасаң 16 жастан бастап, мысалы Канелоның өзі 16 жастан 15 жастан бастап осы кәсіпқой боксқа келген. Және де Америка, қазір Инстаграмда ашсаң, американецтердің бәрі 16-18 жасынан бастап атады. Өйткені ол жақта үлкен промоушнда, үлкен компаниялар көп. Бізде енді жаймен деп келе жатырмыз оған, бірақ әлі бізге де көп уақыт керек сияқты. Менің өзім ойлаймын, құрама сапында болмасаң, олимпиада чемпион болам, әлем чемпион болам деген мақсат болмаса, кәсіпқой боксқа сразу 18 жастан бастап айналыса берген дұрыс деп ойлаймын. Өз басым. Мына бір сұрақты қойғым келіп тұр. Өткенде бізде Нұрбек Мұрсал болған кезде де қойғам осы сұрақты. Сенің бір пікіріңді білгім келеді. Бізде енді кәсіпқой бокста жүрген кейбір боксшылар жаңағы Қазақстан чемпионатына қатысады ғой. Қазақстанда өтетін әуесқой бокстағы. Бірақ кәсіпқой бокста өнер көрсетеді. Олар әуесқой боксқа барған кезде көбіне жеңіліп қалып жатады. Қалай ойлайсың, әуесқой бокста жүрген біздің боксшылар тура сол кәсіпқой бокста жүрген боксшылармен кәсіпқой бокс форматында жекпе-жек өткізетін болса, керісінше болуы мүмкін бе бәрі? Керісінше болады деп енді ауыз толтырып айта алмаймын. Дайындыққа байланысты бәрі, дайындыққа байланысты, тренеріне байланысты енді. Бірақ дайындалса, тактикаларын өзгертсе, өйткені әуесқой бокста 3 минуттан 3 раунд, ал кәсіпқой бокста 4 раундтан 12 раундқа дейін барады. 12 раунд болмаса 8-6 раунд болса, мен ойлаймын, қазақ боксы мықты ғой. Бәрін ұрады деп ойлаймын. Біз енді қазақ халқының мынандай бір ой пікірі бар. Осы бокста қалыптасқан, көбіне олимпиада жүлдесін алмаған боксшыларды мойындамай жатады бізде. Кәсіпқой бокстағыларды қатты мойындай бермейді. Оларға
кәсіпқой боксшыны мойындау үшін міндетті түрде Америкаға шығу керек, Мексикаға шығу керек деген бір пікір қалыптасқан. Стереотип деп айтамыз ба, білмеймін. Енді осыған сен көзқарасың қалай? Солай ойлайтын жандарға. Білмеймін енді қазір оны бүйтіп айта алмаймын енді. Олимпиада енді өзім мақсатым осы кәсіпқой бокс соны дәлелді, негізі сол негізі. Менде де ойымда бар. Соны дәлелдеймін деген ниет бар негізі менде. Олимпиада чемпион болсаң да осы кәсіпқой бокста үлкен атақты әлемді бағындырған абсолюттік чемпион болып бәріне мойындатқым келеді. Менің мақсатымда бар сол зат. Әлі мойындатам деп ойлаймын. Және де енді өйткені Олимпиада чемпиондарында мүмкіндік көп болады ғой. Кәсіпқой боксқа. Өйткені сразу контракт береді. Үлкен ареналарға шақырады сразу. Содан соң деп ойлаймын, кәсіпқой бокста Олимпиада чемпион болғандары сразу үлкен рингқа шығып, үлкен әлемді бағындырып ататын. Ал былай шетте енді бастап былай құрамада болмаған, Олимпиада ұтпаған балдар енді өз күшімен басқа да промоутерлермен келісіп, өздерінің қалай былай менеджерлерін тауып солай өз күшімен шығып жатады. Мен ойлаймын, оларды мойындау керек деп ойлаймын. Өйткені өз күшімен, өз қалай айтсам, еңбектерімен шығады деп ойлаймын. Біз енді әуесқой бокста мынау қазақ-өзбек тартысы бар ғой. Қазір әлем чемпионатында да біздің қазақстандық боксшылар нөмірі 1 болды. Кәсіпқой бокста қалай? Қазақ-өзбек айқасы. Енді қазақтар мен өзбектер енді жаңағы нөмірі 1-шілер көп кездесе бермейді ғой кәсіпқой бокста. Жалпы айтам да, енді кеше мысалы Мұратжан өнер көрсетіп жатыр. Біздің кәсіпқой боксшыларға қарағанда олар кішкене белсендірек па қалай кәсіпқой бокста? Кәсіпқой бокста оларда қазір өте керемет результат көрсетіп отыр. Кәсіпқой бокста мысалы кеше ғана Инойо мен Мұратжан Ахмадалиев шықты. Мысалы үлкен деңгейде ойлаймын ол. Және де үлкен боксерлер көп оларда. Бірақ біздің Головкин ағамызға әлі ешкім жетпеді деп ойлаймын. Осы Азиядан шыққан. Орталық Азиядан шыққан Геннадий Головкин ағамызға ешкім жетпеді деп ойлаймын. Сондықтан біз бірінші орындамыз деп ойлаймын. Өйткені Гена ағамыздай үлкен боксерлер оларда жоқ. Және де стенка болса да біздікілерше жеңіп қояды деп ойлаймын. Өйткені біздің үлкен аренада ойнап жүрген мысалы үлкен боксерлер көп бізде, өздеріңіз білесіздер. Және де біздікі мықтырақ деп ойлаймын. Мынау енді жақында Қазақстан чемпионаты болады Семей қаласында. Енді қатысасың болған әлде қалай? Жоқ, мен қазіргі мақсат енді белгісіз олда. Белгісіз дегенде енді мен қазіргі мақсатым толқы осы Ирфин промоушнмен жұмыс істеу. Ұсынысты о жақта да мен ешкім күтіп отқан жоқ, ұсыныста жоқ. Және де өзімнің арман мақсатым осы кәсіпқой бокстан көрем. Алдағы осы соңғы айлар, соңғы жылдар, осы последний жылды қорытындысын поиспен қорытындыласам деген ниетім бар. Бағанада басында айтып өттім. Мексиканская өте настроем керемет. Сондықтан өзім фокусым осы кәсіпқой бокста қазір. Отбасылық жағдай жайында айтып өтсең, қазір бойдақсың, қателеспесем, қашан шаңырақ көтеру жоспарда бар? Шаңырақ көтеру деген қазір шынымды айтсам қазір ой жоқ менде. Фокусым бар осы кәсіпқой бокста, карьерамда осы өзімнің бір қол жеткізем деген ниетім бар. Бір үлкен қалай шыңға шығып алсам деген ниетім бар. Сол шыңнан кейін может үйленіп, үйлі болып сол кезде жоспарлайтын шығармын. Енді біз енді боксшылар, бапкерлер келіп жатса, мынадай бір дәстүріміз бар подкастымыздың соңында. Кішкене бір ойын деп айтсақ та болатын шығар. Енді қазір мен саған кәсіпқой боксшылардың есімдерін айтам, екеуін біреуін таңдап отыруым керек. Андай Геннадий Головкин сияқты боксшылар жоқ. Барлығы сенің жаңағы қатарласың, әлі сенен сәл үлкен,
әрқайсысы әр салмақта былай pound for pound сияқты ғой, Аха, былай айтқанда. Біреуін ғана таңдау керексің. Болды. Жақсы, бастайық ендеше. Аха. Мирас Ертанов немесе Рахат Сейтжан. Рахат Сейтжанов. Екеуі көп кездесті ғой енді Аха, боксшылар. аха. Рахат Сейтжан немесе Фарух Тоқтасынов. Қазір сәтте Фарух Тоқтасынов қой. Фарух Тоқтасынов немесе Жолдаш Жеңісов. Фарух Тоқтасынов немесе Саматәлі Төлтаев. Саматәлі Төлтаев. Саматәлі Төлтаев немесе Дулат Бекбауов. Саматәлі Төлтаев. Төлтаев немесе Аман Қонысбеков. Саматәлі Төлтаев. Төлтаев немесе Төрехан Сабырхан. Саматәлі Төлтаев. Төлтаев немесе Нұрбек Мұрсал. Саматәлі Төлтаев. Төлтаев немесе Санжарәлі Бегалиев. Саматәлі Төлтаев. Неге досым болған үшін бе? Жоқ, енді ол кісінің боксын білемін, өйткені өте керемет боксшы. Мен солардың бәрімен шықса да ұтып алады деп ойлаймын. Өйткені енді қазіргі сәтте оның промоутер жоқ. Өзім көз алдымда бірге жаттығу жасаған соң мен оған 100% сенімдімін. Бәрін сол бағана сіз айтып отқан барлық қарсыластарды ұтып алады деген сенімдемін. Және соңғысы Жәнібек Әлімханұлы немесе Мейірім Нұрсұлтанов. Мейірім Нұрсұлтан. Неге? Өйткені Мейірім Нұрсұлтанмен де сөйлестім, бір сборда болдық. Бір осы қыста қыста тауға шығып жатқанда бірге әңгіме айтып, өте керемет андай ақкөңіл айтады ғой андай. Керемет жігіт. Қарым-қатынас жақсы ма? Қарым-қатынасы өте андай керемет. Осы Асхат Уәлихановтың досы бірге кезінде Америкада бірге барып, бірге жаттығу жасаған. Және де өте ақыл кеңестерін бәрін керемет айтып, және мен де ол кісімен бокстасқам. Спарринг жасағам. Енді Жәнібек Әлімханұлы ағамызды білмеймін, мен көрмегенмін, әлі онымен сөйлесіп те, және де спарринг те жасап көрмегем. Бірақ Мейірім Нұрсұлтан қазіргі өзімнің ойым Мейірім Нұрсұлтан деп ойлаймын. Өте керемет боксшы, өте стиль, және де удар мысалы өте керемет. Ауыз толтырылып айтатын боксшы. Қазіргі сәтте өзім таңдауым Мейірім Нұрсұлтан. Жақсы, түсінікті. Рахмет көп. Армат, алдағы жекпе-жектеріңе бұйырса сәттілік. Таиландта тек қана жеңіс күтеміз. Енді қазақ елінің туын жоғары көтеріп, тек қана жеңістерден көріне бер. Әмин. Тек қана сәттілік тілейміз. Сіздерге де рахмет. Осылай подкаст ұйымдастырып, және де мені қонақ қылып шақырып жатқандарыңызға өте алғысым шексіз. Және де осындай подкаст, бокстың, именно бокс туралы подкасттар көп дами берсін. Сіздерге алдағы уақытта үлкен жұмыстарыңызға береке берсін. Үстіп осылай үлкен боксшылармен сөйлесіп, подкаст ұйымдастырып дами беріңіздер. Рахмет көп. Құрметті көрермендер, бүгінгі шығарылым осымен аяқталды. Біздің арнамызға жазылып, лайктарыңызды басып, белсенділіктеріңізді көрсетіңіздер. Алдағы уақытта осы бокс, MMA тақырыптарында біздің подкаст сұхбаттарымызды күтіңіздер. Аман, сау болыңыздар.